Сәлем баршаңызға, мен Сәндігүл Қарағожина, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз кішкентай қыздарымызға орамалды резина дайындайтын боламыз. Бізге осындай резинка керек болады, және де әдемілік үшін төл, осындай бізге мата керек болады. Мен мұнда матаны дайындап қырқып алдым. Размерін айтатын болсам, бізде мұнда ұзындығын мен 40 сантиметр қылып алдым. Ал енін 30 сантиметр қылып аламыз. Және де осындай үшбұрышты шығару үшін екі жанынан 17-17 сантиметрден шығаратын боламыз. Ең алдымен дәл ортасын тауып алып, яғни 20-20-дан дәл ортасын тауып алып, одан кейін екі жанына 17 сантиметрін шығарғаннан кейін осылай матамызды линейканың көмегімен, яғни сызып алып, керек жерімізді қиып алатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасасаңыздар болады. Осындай әдемі төлді осы бізде үшбұрышты жағына, осылай бас жағына әдемілетіп тігіп шығатын боламыз. Және де бізде мұнда кішкентай матамыздың ұзындығын 20 сантиметр қылып, ал енін 7 сантиметр қылып алатын боламыз. Және де бізге керекті резинкамыздың ұзындығын 12 сантиметр қылып аламыз. Ендігі кезекте біз осы матамызды жан-жағын осылай ішіне қаратын 0,5 сантиметрде қылып айналдыра тігіп шығатын боламыз. Яғни бірінші оң жақ бетін астың жағына қойып алып, теріс қарата тігіп шығатын боламыз. Достар, сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазуды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойсаңыздар. Міне достар, мен бәрін тігіп шықтым. Осылай және де осылай үтіктеп алдым. Матамды дайындап. Ендігі кезекте осы төлімізді тігіп шығатын боламыз. Яғни осындай инелердің көмегімен өзіміздің ыңғайлы болу үшін осылай бірінші қойып, дұрыстап, өлшеп тігетін боламыз. Міне достар, осындай әдемі алып шықты. Осылай тігіп аламыз. Ендігі кезекте осы матамызды осылай жанын тігіп шығатын боламыз. Және де осылай оң қаратып алып, түйреуіштің көмегімен арасына резинкамызды өткіземіз. Және де екі шетін осылай иненің көмегімен жылжу кетпесін инемен түйреп аламыз. Және де осымызды екі жағын тігіп шығатын боламыз. Міне достар, дайын болды. Ендігі кезекте осы матамызға тігетін боламыз. Дәл видеодағыдай қарасаңыздар. Дәл осылай екі жағында қайырып, осылай инемен түйреп алып, екі жағын тігіп шығатын боламыз. Міне достар, осындай әдемі болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін, өте оңай жасалады.
Видеону көрүп соңуна чейин көргөндөрүңүзгө рахмет.